15 минутта дәмді бауырсақ әзірлейміз. Жылы айранымыздың үстінен содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Әзірге айранымыз қоямыз. Ұнымызды електен өткізіп, үстіне тұзымызды салып, шекерімізді салып, жақсылап араластырып жібереміз. Жұмыртқамызды саламыз. Айран мен сода осы уақытта реакцияға түсіп, дайын болып тұр. Оны да құйып аламыз. Барлығын жақсылап шамалы араластырып жібереміз де, үстінен сұйық майымызды құйып, жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Жақсылап илеп алғаннан кейін 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минут шамасында қамырымыз тынып, әдемі болып тұру керек. Екіге бөліп алып, жайып, қалауыңызша кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай дөңгелек затпен кестім. Қамырдың беті қайысып қалмас үшін пакетпен немесе майлықпен жауып қоясыздар. Қызып тұрған майда шетінен пісіріп аласыздар. Менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецепттер таба аласыздар. YouTube поиске Арайлым Жаманқұл деп жазсаңыздар шығады. Каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.